Қысқы демалыста балаларыңызды шетелге оқытпақшы болсаңыздар, қысқы демалыс орайынан пайдаланып, балаларыңызбен бірге қыстық лагерьге қатынаспақшы болсаңыздар, осы біздің JB компаниясын талдасаңыздар болады. Осы Малайзиядағы JB компаниясы әдетте BNK Янчжоушанға түсіріп беруден сырт, қысқы жазғы айларда балалардың демалыс орайынан пайдаланып, қыстық лагерь және жаздық лагерь ұйымдастырып жатырмыз. Қыстық лагерьдің мазмұны болса, жартылай ағылшынша үйрену, және жарым күн демалады. Ал сенбі күндері біз балаларды ертіп апарып мұражайға, тарихи көрініс райондарына ертіп баратын боламыз. Ата-аналар еріп келсе болады, ата-аналар еріп келсе тек бұл жерде өз көтереді, яғни біз қызмет өту ақымызды оқу қаражатын алмаймыз, қалған шығындарды ата-анасы көтеретін болады. Ал жатақ, тамақ дегендерді біз осы жақтан дайындап қоятын боламыз, әзірлеп. Енді бұл жерде балалар келгеннен кейін барлығы бір класста оқи ма деген сұраққа келсек, барлығы бір класста оқымайтын болады. Келгеннен кейін арнайы емтихан алынады балалардан, жеңіл емтихан, яғни сөйлеткізіп көреді, жаздырып көреді. Содан кейін қарайды да, сіздің грамматикаңыз жақсы емес екен, сіздің сөйлеу қабілетіңіз жақсы емес, сіздің жазу қабілетіңіз жақсы емес деп, сол күйінше 1-ші класс, 2-ші класс, 3-ші класс деген класстарға бөліп, шетелдік балалармен бірге оқиды, және бұл жерде шетелдік ұстаздар сабақ береді. Енді бұл осы лагерьде орналастырудағы басты мақсат балаға ағылшыншаны үйрен, мынау маңызды тіл деп айта бергенше, балаға келіп көрсетіп, шетелдіктермен сөйлестіріп көріп, сол арқылы баланың қызығушылығын арттыру. Яғни мен өзім болсам тасам бітіретін кезде, ташөның 3-ші жылдағы кезде, 20 неше жасқа келген кезде білдік. Бұрыннан естіп жүретінбіз, маңызды дегенді. Сол айту маңызды екендігін білетінбіз, қандай маңызды, қандай ролы бар дегенді кейін шетелге келгеннен кейін байқадық. Яғни және Ханзу жолдастарда да миллиардтан асып жатқан, және Қазақстаннан келген кісілерде де, дүниенің төрт бұрышынан ағылып келген кісілердің барлығы ағылшыншамен сөйлесіп бір-біріменен солай ортақтасып жатқаннан кейін осы тілдің маңыздылығын, және балалар келіп сөйлесіп көрсе шетелдіктерменен солай қызығушылық артқаннан кейін, тілдің маңыздылығы екендігін білгеннен кейін, ары қарай сіз айтпасаңыз да өзі үйреніп кететін болады. Соған бір дайындап жатқан орайымыз. Келіңіздер, қарсы аламыз сіздерді. Біздің ұнқат нөміріміз болса 133 45 43 84 64, болмаса мына JB 24 дегенді қоссаңыздар болады. Сіздерді осы Малайзия елінде күтеміз. Мүмкін болса көптеп таратып қойыңыздар. Аман болыңыздар.